Құрметті құрметті әріптестер, Қазақстандағы интернет отанды Семей қаласы болып табылады. Сол себепті біздің облыста телекоммуникация және инновация мәселелерінің өзінің тарихы бар. Шынында да мынау Стапардың аясында үлкен қомақты мәселе талқылануда. Облысымызда 331 елді мекен бар. Солардың 116-сында интернет мүлдем жоқ. Бұл мәселелерді шешу үшін біз арнайы жол картаны құрдық. Осы Семей облысы бойынша. Жалпы бүгінгі таңда біз тексеріс жұмыстарын жүргізудеміз.